Hi guys, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы to be етістігі болады. To be етістігі дегеніміз, мынау слайдта көріп отқандай, am, is, are. Осы үш етістік to be етістігі болып табылады. Әрбір to be етістігі белгілі бір есімдікке тіркелген, яғни нақты белгілі бір есімдікпен белгілі бір to be етістігі қолданылады. Заңдылық бойынша ол өзгермейді, Мысалыға, I болса, мен, I am болады. He, she, it, ол деп айтатын болсақ, is болады. You, сен дейтін болсақ, немесе you, сіздер көпше түрмен are болады. We, you, they мен міндетті түрде are болады. Енді, мысалға, I'm a doctor дейміз, мен дәрігермін. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, неге біз I am деп айтамыз, Мысалға, қандай кезде біз I am деп айтамыз? Мысалға, қазақ тіліне аударатын болса, жай ғана мен дәрігермін, мен мұғаліммін деп айтамыз. Ал ағылшын тілінде әрбір сөйлемде міндетті түрде етістік жүреді. Егер де ол сөйлемде етістік болмайтын болса, біз оны өздігімізден қосатын боламыз, to be етістігіне. Егер де іс-әрекет осы шақта қолданылатын болса, біз am, is, are-ды қоямыз, өткен шақта was, were-ді қоямыз. Мысалға, I мен I, he, she, it пен was қолданылады, we, you, they мен were қолданылады. Яғни, to be етістігін, мысалға сұрақ туындауы мүмкін, сіздерде to be етістігін аударғанда қалай аударылады деп, Мысалы, қазақ тіліне ол аударылмайды, Мысалға, орыс тіліне аударатын болса, I'm a doctor дегенде, я есть доктор. He is a doctor, он есть доктор. She is a doctor, она есть доктор. Яғни, to be етістігі есть деген мағынаны білдіреді. Немесе, we are a teacher, біз мұғалімдерміз деген сияқты. Мы есть учителя деп айтады. They are a teacher, они есть учителя, олар жандай мұғалімдер деп аударылады. Яғни, видеоны паузаға қойып, осы to be етістігін жазып, жақсылап жаттап алуымыз қажет. Енді бізде сөйлемнің өзі үш түрі болады, ол болымды сөйлем болады. Міне өздерің көріп тұрғандай. Болымды сөйлемде міндетті түрде to be етістігі біздің есімдіктерден кейін қолданылады. Бірінші есімдік кім жайлы айтылып жатқан, не жайлы айтылып жатқан, одан кейін to be етістігі болады. Одан кейін уже іс-әрекет білдіреді. Пысықтауыштар болады. Және де болымсыз сөйлем болады. Болымсызға айналдыру өте оңай. Ол жерде біз to be етістігінде жай ғана not сөзін жалғаймыз. Оны I am not, you are not, he is not, she is not, немесе it isn't деп. You are not емес, you aren't деп қысқартсақ болады. He is not емес, he isn't деп қысқартсақ болады. Қысқарту бұл жерде қарастырылған. Көпше түрде тура солай. We aren't, you aren't, they aren't. Және де сөйлемнің бізде үшінші түрі, ол бізде сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемді құрастыратын кезде, мысалға бізде жаңа айттық, сөйлемнің басында міндетті түрде жаңында есімдік жүреді дедік, одан кейін to be етістігі жүреді. Ал егер де ол бізде сұраулы сөйлем болатын болса, және бұл жай осы шақ болатын болса, бізде to be етістігіміз біздің есімдіктің алдына шығып кетеді. Мысалыға, they are happy, олар бақытты, бұл болымды сөйлем болыпты. Енді болымсыз сөйлем қылатын болсақ, арға not жалғауын жалғамыз. They aren't happy, олар бақытсыз. Енді біз сұрақ қоятын болсақ, олар бақытты ма деп сұрақ қоятын болсақ, біздің are to be етістігіміз бастауыштың есімдіктің алдына шығып кетеді деп айтқан. Are they happy, олар бақытты ма? Және де осы шақта сұраққа біз жай ғана қазақ тілінде я жоқ дейтін болсақ, ағылшын тілінде мысалға я жоқтың артына міндетті түрде біздің есімдікті айтамыз, және to be етістігін айтамыз. Егер де ол я деп айтқымыз келсе, яғни утверждать ететін болсақ, біз yes, they are дейміз, бізде олар деп сұрап тұр ғой, я деп біз жауап беріп жатырмыз, я олар бақытты деген секілді біз утверждаем. Егер де ол отрицательный қылып айтатын болсақ, no, they aren't, яғни to be етістігіне not жалғауын жалғаймыз.
Қысқа бұл жауап, бұл сұраққа қысқа жауапты айтамыз. Жай ғана yes, no деген дұрыс болмайды. Бұл видеоны да паузаға қойып, барлық керекті ережелерді жазып, жаттап алғанымыз дұрыс болады. Енді біз өткен тақырыпты жаңағыдай толықтыру үшін бізге берілген тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма бойынша бізге 20 сөйлем берілген. 20 сөйлемнің асты сызылған жерге to be етістігін қоямыз. Мысалға am, is, are. She мен біз кім деп айттық? Қандай етістік қолданады дедік? Is. Ол тұрақты, ол өзгермейді. She is a teacher. Она есть учитель. Ол мұғалім деп жатырмыз. Осылай осы to be етістігін қойып шығамыз бұл жерде. Келесі тапсырмада біріншісінде берілгені бойынша дәл солай to be етістігін қолданамыз. Ол өте оңай. Екінші тапсырмада бізде сөздердің реттігі ауысып кеткен. Сол реттікпен, тиісті реттікпен қойып, мысалға, бірінші бізде кім жайлы айтылып жатқан айтамыз? I, себепкер. I, одан кейін to be етістігін қолданамыз. Am, егер де сөз болымсыз болса, not тұр, біз not сөзі мынау to be етістігінен кейін болады. I'm not a teacher. Мен мұғалім емеспін. Осылай реттікпен қойып, осы тапсырманы орындаймыз. Кері байланыс міндетті түрде береміз. Және де бүгінгі өткен жаңа ереженің барлығын жазып, жақсылап жаттап аламыз. Бүгінге осы, келесі сабақта кездескенше, see you.